Қостанай облысында абаттандыру жұмысына 106 миллион теңге бөлінген көл жергілікті билік пен мердігер арасындағы дауға айналды. Істі тиянақтамаған мердігер компания басқарманың өзін айыптап, жан-жаққа арыз жазып жатыр. Мемлекеттік сатып алуға қатысқан қызылордалық компания жергілікті табиғаттың қыр-сырын білмеген сыңайлы. Мәселенің мән-жайын өңірдегі тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы анықтап көрді. Қостанай қаласындағы ел арасында тарелочка аталып кеткен аумағы 4 гектар көлді тереңдетумен қамыстан тазалауға 106 миллион теңге бөлінген. Қызылордалық компания тендерді ұтып алып, былтыр тамыз айында іске кірісіп, сол жылы желтоқсанда аяқтауы тиіс еді. Аяқтап шықса дұрыс қой халыққа. Енді бастауын бастады, бірақ аяқтап бітпей жатыр. Техника жүрмей жатқан осының айтыру бітпей жатыр уақытында. Қазақ бұлақ көрсең көзін аш дейтін. Ал мына жерде абаттандыруды мойнына алған мердігер компания мына көлдің суын қанша сорса да тауыса алмай әлек. Сорған сайын астынан су шығады. Бұл жерде бұлақ көздері болуы мүмкін. Қаншама техника алып келсе де ісінен берекет таппаған. Мұның үстіне былтыр жауын-шашын молынан жауып, көлге су қайдадан жинала берген. Осыған байланысты ауа райы жағдайы ескеріліп, компаниямен жасалған келісім шарттың мерзімі бір жылға ұзартылған. Биыл тағы да жаңбыр көп жауып, көлге техника кіре алмапты. Мердігер компания енді суды сору үшін тағы ақша бөлсін деген талап қойып отыр. Мерзім бар ғой, келісім шарт бойынша. Сол мерзімді ұзартып берсе, сол екі ақталап басқа талап жоқ бізде. Қалған жұмыстарды қайтадан жандандыруға дайынбыз. Мердігер компания талап арыз жазып қана қоймай, тапсырыс беруші облыстық табиғи ресурстар басқармасы үстінен шағымды үйіп төккен. Су көп болуына байланысты бірнеше талап арыз жоғары органдарға бізге жағы сумасы аз, осы жобалық сметада көрсеткен. Сол үшін олар талап арыз жазды, біз олардың бәрімен осы оққан талап арыз, кәсіпкерлік бөлімдерге, республиканский солар бәріне арыз жазып шықты, олар аманатқа түгел облыс әкімдігіне дейін. Басқарма орынбасарының сөзінше, бұл жобаға ешқандай қосымша қаржы бөлінбейді. Мердігер шаруаны тиянақтамаса, келісім шартты бұзу туралы сотқа арыз бермек. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен Бизнес, Қостанай.